Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен сарымсақтың пайдасы мен зияны туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сарымсақ амарилистер тұқымдасының жуа туысына жататын, адамзат кенінен асқа медицинада пайдаланатын көкөністің түрі. Адамның қорғанышы иммун жүйесі. Түрлі жұқпалы ауруға қарсы тұру қабілетімізде сол иммун жүйеміздің мықтылығына тікелей байланысты. Иммунитетті күшейтуде тамақ рационы аса маңызды. Міне, осындайда сарымсақ жеудің пайдасы көп екенін жиі естиміз. Сонымен, сарымсақтың пайдасы мен зиянын бірге білейік. Бірінші, бактериямен күреседі. Сарымсақты шикідей жегенде аллицин заты бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды. Сондай-ақ антисептикалық, яғни залалсыздандыру қабілетіне ие. Екінші, қан тамырларының қызметін реттейді. Күніне сарымсақтың бір бөлігін жесе, қан тамырларын нығайтып, қан айналымын жақсартады. Үшінші, қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен ауыратындар күнделікті сарымсақ жегені жөн. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін 25%-ға төмендетеді. Төртінші, иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ вирус ауруларды емдеуде және олардың профилактикасында таптырмас табиғи дәрілік құрал. Бесінші, қатерлі ісіктің алдын алады. Алтыншы, паразиттер. Аскаридозбен жер бетінде 1 миллиардтан адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балаларда кездесетін ауру. Ал сарымсақ ішек құрттарымен күресудің табиғи әрі тиімді жолы. Жетінші, ас қорыту. Сарымсақ ас ішек жолдарына өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазан сөлінің бөлінуін және темірдің дұрыс сіңуіне көмектеседі. Ас қорыту процесін жақсартады. Қарынның жұмысын реттейді. Ішек жұмысын жақсартады, тәбетті көтереді. Алайда, асқазан ойық жарасы және басқа да аурулардың асқынуы кезінде сарымсақты қолданбаған абзал. Сегізінші, буын аурулары. Сарымсақтың аяқ-қол буындары үшін пайдасы зор. Тұз жиналудың алдын алады. Сондықтан да сарымсақты ас мәзіріне қосыңыз. Тоғызыншы, теріні қалыпқа келтіреді. Сарымсақтың құрамындағы дәрумендер теріні серпіндетеді. Безеудің пайда болуын азайтады. Әжімнің, бет терісінің қартаюын алдын алады. Бұл үшін сарымсақтан жасалған маска жасау міндетті емес. Күніне сарымсақтың 1-2 бөлігін жесеңіз жеткілікті. Оныншы, артық салмақпен күрес. Сарымсақты жеу арқылы артық салмақтан арылып қана қоймай, сол қалыпты ұзаққа дейін сақтауға мүмкіндік бар. Сол үшін күніне 2-5 грамм сарымсақ жеген жөн. Бұл дегеніміз 1-3 тіс сарымсақ. Сарымсақтың зияны қандай? Сарымсақ құрамы түрлі элементтерге өте бай. Десе де, сарымсақты шамадан тыс жеуге болмайды, әйтпесе уланып қаласыз. Аш қарынға жемеген жөн. Көп жесе жүрек айниды, бас ауырады. Балғын күйінде жеген жөн, сонда ғана оның құнары мен пайдасы бойға дариды. Достар, бүгінгі сіздерге дайындаған сарымсақтың пайдасы мен зияны жайлы ақпаратым ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.